бүгінгі таңда ол компания жұмыс істеуде, және де ол компанияның сатылуы, халық банкқа сатылуы, ол жеке бизнестің мәселелері менің Қазақтелекомда жаңағы істеп жүрген жұмысымен ешқандай қатысы жоқ. Бірақ қаншаға сатып алғанын ол жекеменшік компаниялар болған соң, халық банк жекеменшік компания, Комран деген жекеменшік компания, екі компанияның арасындағы Бинтек компаниясының арасындағы екі компанияның арасындағы жекеменшік келісім шарт болған соң, ол жерде нақты жазылған ол мәселелерді ешкімге жария ете алмаймыз деп. Сондықтан мен жария ете алмаймын. Ол компанияны құрған 2018-19 жылдар аралығында мен жекеменшік жаңағы IT компанияларды құрдым ғой. Мен IT бизнесмен болдым сол кезде. Сол кезде құрылған бір топ адамдармен құрған компаниялардың бірі. Бірақ мемлекеттік қызметке 2020 жылы келген кезде ол компанияның жалпы менеджментін және де басқа мәселелерін мен оған кіріспеуге жаңағы қол қойдым, және де ол компанияны басқа тұлғаларға жаңа доверительное управление дейді, басқаруға бердім.